Германияға барған қазақ неміс қымызын ішіп тамсанды. Армысын қазақ елі назарда экспресс жаңалықтар бізде бар болғаны 1 минут кеттік. Германияға барған қандасымыздың есімі Қажы Ақпар Аюби. Ол Дания елінің азаматы. 400 жылқы ұстайтын ірі шаруа қожалығына барған. Иесі соғыс кезінде Қазақстанға айдалып, артынан Германияға қайта көшіп барған неміс екен. Бізде жүріп қымыздың қасиеті мен шипасын көріп, өз еліне барған соң кәсіпті қолға алған. Жылқыларын баққан, өсірген, биелерін күніне 3 рет сауады. Жылына 50 000 литр қымыз өндіреді. Керемет. Қымыздан бөлек шампунь, сабын, крем шығарады екен. Міне бизнес. Қандасымыз Қажы Ақпар Аюби бұрыннан осы шаруа қожалыққа барғысы келгенін айтады. Тіпті ата жұртқа барып қайтқандаймын дейді. Ал сіздің таныстарыңыздың арасында бие сауатындар бар ма? Одан қымыздан бөлек қандай дүние жасайды? Пікір қалдырыңыз.